Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз осындай шоколадный пиньята футбольный доп түрінде жасайтын боламыз. Ол үшін осындай поликарбонатный форма бізге қажет. Бұл поликарбонатный форманы мен Алиэкспресстен алдым. Оны жақсылап отырып жуамыз, одан кейін кептіріп аламыз. Кепкен формамыздың ішінен спиртпен сүртіп шықсаңыздар жақсы. Яғни спиртпен сүрткен поликарбонатный форма біздің шоколадымызды жарқырап, жылтыратып шығаратын болады. Және шоколад форманың ішінен тез шығатын болады. Сондықтан поликарбонатный любой форманы жақсылап отырып жуып, жақсылап отырып сүртіп алуымыз қажет. Енді қараңыздар, бізде классический доп болады. Ақ пен қара түсті, яғни қара бізде осындай 6 бұрыштық ячейкалардың ішін мен темный шоколадпен бояп жатырмын. Одан кейін основной доп бізде ақ түсті болады. Енді бұл шоколадтың осы 6 бұрышты ячейканың ішін мен темный шоколадпен бояп жатырмын. Темный шоколадты мен темперировать еткен жоқпын. Жай ғана еріттім. Осындай кондитерлік мешокқа калеттарды салып, микроволновкада әрбір 15 секунд сайын шығарып тұрып ерітіп алдым. Бұл еріген темный шоколадымыздың температурасы 34 градустан аспау қажет. Сол кезде біздің шоколадты темперировать етпей, осылай жұмыс істей берсе болады. Яғни ол өзінің формасын жақсы ұстап тұрады, тез қатып қалады. Сондықтан осылай істесеңіздер болады. Енді қараңыздар, бір жақ формасын мен толығымен бояп шықтым. Әрбір ячейканың шет жақтарында бізде ақ осындай шоколадқа орын қалу қажет. Осылай өлшеп аламын. Яғни менде бір жақ бөлігінің жартыс 6 бұрышымен, екінші жақ осы форманың 6 бұрышы бір-біріне сәйкес келіп тұру үшін бірінші өлшеп алдым. Одан кейін оның барлығын ішіне осындай темный шоколадпен бояп шығатын боламын. Толығымен бояғаннан кейін осы темный шоколадпен біз оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа где-то 1 минут, 2 минутқа қоямыз. Өйткені біздің формамыз қатты суып кетпеу қажет. Формамыз қатты суып кетсе, өйткені біз ақ шоколадты құя алмай қаламыз. Яғни құйған шоколадымыз тез қатып қалады. Сондықтан біздің шоколадымыздың құятын формамызда қатты суып кетпеу керек. Но мына темный шоколадымыз тез кішкене қатып үлгеруі қажет сол уақыттың ішінде. Енді қараңыздар, темный шоколадпен сіздер осы ячейкалардың ішін бояп тұрғанда ол қата бастауы мүмкін. Яғни кондитерлік мешоктан шықпай, кішкене қиын болуы мүмкін. Онда қолдарыңызбен үйкелеп шоколадты жылытып аласыздар. Тоңазытқышқа қойдым 1 минутқа, 1 минуттан кейін шығарып, енді ақ темперированный шоколадымды құямын. Мен ақ темперированный шоколадты 400 грамм алдым. Яғни жартысын мен бір жағына құям, жартысын екінші жағына құям. Осылай міне жартыс бөлігін құйып алғаннан кейін шоколадты біз форманың ішіне толығымен распределять етеміз. Яғни өстіп айландыру движениесі, айландыру арқылы біз шоколадты осы форманың ішіне толығымен өстіп жағып шығамыз. Одан кейін артық шоколадты біз қайтадан осы өзіміздің ыдысымыздың ішіне құйып аламыз. Одан кейін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа бір 15-20 минутқа қойсақ жеткілікті. Сол кезде бізде бірінші слой ақ шоколадымыз кішкене қатып үлгереді. Қатып үлгерген ақ шоколадтың үстіне біз тағы да екінші слойды қоятын боламыз. Екінші слойды жағамыз, өйткені бізде қатты хрупкий осындай пиньята болмау қажет. Егер де қатты хрупкий болса, онда біздің добымызды бір-біріне ұстап жабыстыру қиындау болады. Немесе доставка жасаған кезде ол да кішкене жұмсарып кетуі мүмкін. Сондықтан өзінің формасын жақсы ұстап тұру үшін любой пиньятада минимум 2 слой болу керек, немесе 3 слой болу қажет. Міне біз артық шоколадымызды қайтадан ыдысымызға құйып алдық. Шет жақтарын осылай силиконовый лопатканың көмегімен өсіп тазартып аламыз. Міне бірінші слойды мен тоңазытқышқа қоямын. Енді екінші слойға қалған шоколадымызды құямыз да тура солай шоколадымызды форманың ішіне жағып шығатын боламыз. Артық шоколадты қайтадан осы ыдысымызға құйып аламыз. Ол бөлме температурасында қатпауы қажет. Бөлме температурасында жылы болса, шоколад қатып үлгермейді. Өзі сұйық болып тұрады. Сонда біз екінші слойға да осы шоколадты қолдана берсек болады. Егер де екінші слой істегенше, бірінші слой қатқанша основной шоколадыңыз, ыдыстың ішіндегі шоколадыңыз қатып бара жатса, онда сіз оны микроволновкада жылытып алсаңыз болады. Міне толығымен форманың ішіне жағып шықтым. Менде бұл екінші форманың ішінде кейбір ячейкалар
қалың боялып қалыпты, сондықтан темный шоколад кішкене шет жағына ағып кетті. Түк етпейді, ол астыңғы жақ, доптың астыңғы жағы болатын болады. Енді артығын алып тастадым, тоңазытқышқа бір 10-15 минутқа қойып қоямын. Бірінші слой міне бізде қатты, енді екінші слойын қалған шоколадпен жағып шығамыз. Қараңыздар, екінші слойды жаққан кезде обязательно біз осы пиньятаның стенкасына жағуымыз керек. Яғни біздің астыңғы жағы кішкене қалыңдау болады да, ал стенка жақтары всегда жұқа болып келеді. Яғни біз оның қатқаннан кейін қолымызға ұстап жұмыс істеу үшін осы пиньятамен именно стенка жағын кішкене қалыңырақ жағыңыз, сол кезде сіздің пиньятаңыз прочный болады. Доставка жасаған кезде де, екеуін бір-біріне жабыстырған кезде де, ішіне бір сыйлық салған кезде де ол пиньятаңыз хрупкий болып сынып қалмайды. Сондықтан бізде бұл допты жасау үшін 350-400 грамм шоколад кетті деп айтса болады. Но зато ол бізде прочный үлкен размерде болып шықты. Бұл доптың размері енді где-то бір 20 сантиметрдай, биіктігі бізде енді 7 сантиметрдай болады. Бірінші біздің жартыс бөлігіне, доптың жартысына осылай екінші слой шоколадты толығымен жағамыз. Одан кейін шет жақтарындағы артық шоколадты лопаточкамен алып тастап, қайтадан тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта енді бұл шоколадымыз толығымен қатқанша тұратын болады. Өйткені бізде бұрын пиньята жасағанда силиконовый формамен істеген кезде, силиконовый формада бізде тез қатып қалып, одан кейін біз өзіміз шығарып алатынбыз. 20 минуттан кейін, 30 минуттан кейін тез шығарып алатынбыз. Ал бұл жерде поликарбонатный форма, пока шоколадты өзі жібермегенше сіз одан шығарып ала алмайсыз. Шоколад толығымен қатқан кезде сіз осы прозрачный поликарбонатный форма сыртына қараған кезде көрініп тұрады. Шоколад толығымен қатып, уже поликарбонатты форма ол шоколадты өзі жібереді. Яғни төңкерген кезде ол өте оңай шығып кетеді. Егер де сіз темперирование процесін дұрыс жасамасаңыз, бұндай поликарбонатный форманың ішінен шоколад шықпай қояды. Яғни сынып қалады, әрең дегенде шығарасыз. Егер де формадан шықпай жатса, онда значит темперирование процесін дұрыс жасамадыңыз, немесе шоколадыңыз дұрыс қатқан жоқ деген сөз. Сол жағынан қарастырыңыздар. Екінші бөлігінде мен жағып шықтым, тоңазытқышқа алып қоямын. Ішіне енді сыйлық салатын боламыз. Менде сыйлық жоқ болып қалды. Осылай ақшалай түрін салып көрсеткім келіп тұр. Ақшаны біз обязательно прозрачный пленкаға саламыз. Бұл менде плиточный шоколадтарға арналған осындай прозрачный пленка, соның ішіне салып қойдым. Егер де сыйлық болса, онда пищевой пленкамен жабатын боламыз. Мынандай ыдысты мен алдын ала микроволновкада ысытып алдым. Біздің ыдысымыз ыстық болып тұр. Соның үстіне шоколадты осылай қойып, жаңағы дайын болған шоколадымызды қойып, кішкене шет жақтарын біз түзулеп аламыз. Біріншіден, екіншіден бұл кішкене еріген шоколадтар екі бөлік еріп тұрғандықтан бір-біріне тез жабысып қатып қалады. Сол үшін осылай біз тегістеп аламыз. Ішіне біз сыйлығымызды саламыз. Егер де қандай да бір тәттілер болса, қандай да бір ойыншықтар болса, саламыз. Оның барлығы бізде пищевой пленкамен жабық тұру қажет. Немесе тишу қағазмен жабамыз. Енді екінші жағында тура солай кішкене тегістеп аламыз. Одан кейін екі бөлігін бір-біріне жабыстыратын боламыз. Бұл жерде жабыстырған кезде қараңыздар, біздің алты бұрыш осындай темный шоколадтағы ячейкаларымыз бір-біріне конструктор сияқты дұрыс жабысуы қажет. Егер де осындай алты бұрыш екі жақ бөлігінде сізде де қалып қойса, онда бір-біріне жақсылап отырып дұрыстап жабыстырамыз. Одан кейін біз оны тоңазытқышқа алып қоямыз. Бір 10-15 минутқа, сол кезде добымыз дайын болады.